Екінші есеп туралы айтатын болсақ, мінекей екінші есеп бұл жерде айтады. Төмендегі ұяшықтарда сандар тізбегі белгілі бір тәртіппен орналасқан болса, 20 қосу x мәнін табыңыз дейді. 20 қосу x, яғни x деген мынау. Бұл жерде бір заңдылық тұр да. Ол қандай заңдылық бізде? 41 x пен 5, 13 3 пен 2, мынау 1. Бұл жерде мынандай заңдылық тұр ғой. Үштің квадраты ол 9, екінің квадраты ол 4. 9-ға 4-ті қоссақ 13. Алтының квадраты 36, бірдің квадраты 1. 36-ға 1-ді қоссақ 37. Демек, 5-тің квадраты 25. 41-ден 25-ті азайтамын. 11-ден 5 азайтсам 6. Мынаяқтан 16. 16 ненің квадраты? 16 4-тің квадраты. Демек, x тең 4 болады. X тең 4. 4-тің квадраты 16, 16-ға 25-ті қосам. Сонда мына жерде 20-ға 4-ті қосам, 24 болады. Жауабы D болады. Міне осындай есеп. Қызықты есеп жалпы.